Өмір үнемі бір таңдаулардан, выбор жасаулардан тұрады. Мысалы, сіздің кешегі жасаған бір шешімдеріңіз, таңдау выборларыңыздың нәтижесі сізді бүгінгі жағдайыңызға алып келді. Ал сіздің бүгінгі жасап жатқан әрекеттеріңіз, шешімдеріңіз, таңдауларыңыз ертең қайда боласыз, сонда алып барады. Бүгінгі сіз ол кешегі сіздің өнімі ғой. Ал ертең қайда болатыныңызды, жағдайыңыз қандай болатынын білгіңіз келсе, бүгін өзіңіздің не істеп жатқаныңызға қарасаңыз болады. Бүгін деген ол егіндік, былайша айтқан кезде, ал ертең деген сол еккеніңіздің жемісін жейтін уақыт. Бір қап бір алтыны бар адамның екі қап ақылы болады дейді біздің қазақ. Яғни ертең бір бақуат, бай, бағлам болғыңыз келсе, бүгін ізденіңіз, бүгін өзіңізді дамытыңыз. Немесе тағы бір мысал, бір ертеңде денсаулығыңыз жақсы бола бергенін қаласаңыз, бүгін спортпен шұғылданыңыз. Өйткені бүгін денсаулығыңызға мән бермейтін адам болсаңыз, денсаулығыңызға уақыт жұмсамайтын адам болсаңыз, ертең аурухана мен бір емделуге өте көп уақыт жұмсайтын боласыз. Тағы бір маңызды мәселе, ештеңе жасамау, әрекетсіздік, бейғамдық, бір мәнісі болар деп ауырмаған жамбасқа аунап түсіп жата берудің өзі де таңдау, шешім сіздің выбор. Бірақ бүгінгі әрекетсіздіктің ертеңгі берекетсіздік дейтін бір салдарын күте берсеңіз әбден болады.